Сәлем достар, бүгінгі шығарылымда американдық Джордж Нолфидің төл туындысы постапокалиптикалық триллер жанрындағы «Жыртқыш жерлер» атты фильміне шолу жасаймыз. 2024 жылы жарыққа шыққан бұл кинода бірнеше жылдық қорқынышты кезеңнен кейін адамдар жер бетінен жоғары болған таулы аймақтарда тұруға мәжбүр болды. Өйткені төменде қандай да бір қорқынышты мақлұқтар пайда болып, адамдарды жойып жүрді. Лайк басып, арнаға жазылып отырыңыздар. Ал біз сюжеті мен өзіндік атмосферасы көптің көңілінен шыққан бұл киноға қысқаша талдауымызды бастаймыз. Бір күні Хантер деген жас жігіт түрбеден басқа елді мекендерді көремін деген үмітпен қауіпсіз биіктікке шығады. Бірақ көп ұзамай мақлұқтың жақындағанын естіп, тез арада қауіпсіз аймаққа жүгіреді. Ол белгіленген сызыққа әрең жеткенде ғана мақлұқ кері шегінеді. Содан кейін бала өз ауылына оралды. Бұл ауылда небәрі 195 адам бар болатын. Әкесі Уилл ұлының қауіпті саяхатын естігенде қатты алаңдайды. Өйткені оның өкпесі өте әлсіз болатын. Хантер әрқашан оттегі аппаратымен ұйықтайды, және оның өкпесі жүгіру кезінде істен шығуы мүмкін. Содан кейін Уилл досы Кетимен аңға шығады. Ол оған Хантердің өмірі өте қиын екенін, және ол топтағы жалғыз бала екенін айтады. Олар қайтып келгенде, мақлұқтарға зиян тигізетін оқтарды жасаумен айналысатын Нина есімді әйелді көреді. Ол оқтарын жасау үшін әртүрлі металдарды араластырады, және оларды ауласындағы қалқанның бір бөлігінде атып сынайды. Бірақ та оқ қалқанды тесіп өте алмады. Сол түні Уилл кенеттен оянып, Хантердің тыныс алуға тырысып жатқанын көреді. Ол ұлының тыныс алатын оттегі сүзгісін тез ауыстырады, және бала қайтадан тыныс алады. Ертесіне Уилл ұлына оның ауа сүзгілері жоқ болғандықтан біраз уақытқа қала сыртында болатындығын айтады. Хантер ұйықтап қалғаннан кейін Уилл картаны зерттеп, ең жақын ауруханаға қауіпсіз жолды табады. Кейінірек Нинаға барып, жақын маңдағы қалаға баратынын айтады. Ол қауіпсіз жол тапқанын түсіндіреді, бірақ Нина оның тым қауіпті екенін ескертеді. Уилл олар шахтаны қауіпсіз жол ретінде пайдалана алатынын айтады, бірақ Нина бас тартады. Таңертең Уилл қару алу үшін қару дүкеніне барады. Онымен бірге Кети де бармақшы болды. Оларға Нина да қосылуды шешті, бірақ Кети ешқашан мақлұқтарды көрмеген. Сондықтан Нина оны осында қалуға көндіруге тырысты. Кети Нинаның ескертуін елемей баруды талап етеді. Кетер алдында Уилл Хантермен қоштасып, жақында қайтып оралуға уәде берді. Үштік қауіпті саяхатқа шықты. Нинаның мақлұқтарды жарты миль радиуста келе жатқанын анықтайтын арнайы компасы бар болатын. Қауіпсіз аймақтан төмен түсіп, олар қараусыз қалған әскери көлікке тап болды. Онда Уилл граната атқышты табады. Содан кейін топ ескі тау шаңғысы курортына жетеді. Ал Нинаның компасы жақын маңдағы мақлұқтарды анықтайды. Уилл көтергіш құрылғыны іске қоспақшы болды. Кети жақындап келе жатқан құбыжыққа гранатометпен оқ жаудырады, бірақ екі рет дәл тигізе алмады. Уилл көтергішті іске қосып, Нина оған отырды. Ал Кети жақын маңдағы баспалдақпен көтерілуге тырысады. Кети секіріп, орындыққа ілініп оның үстінде әрең шығады. Арба қауіпсіз жерге көтеріле бастайды, бірақ құбыжық кабельді үзіп, олардың құлауына себеп болды. Алайда олар жаяу қашып, қауіпсіз аймаққа жетеді. Мақлұқ болса бұл аймаққа өте алмай, өз аумағына шегінді. Сол түні Кети бұл құбыжықтардың қорқынышты екенін мойындады. Нина олардың тек адамдарға ғана шабуыл жасайтынын, бірақ оларды жемейтінін айтады. Бұл құбыжықтардың мақсаты адамдарды жер бетінен жою болатын. Қазіргі уақытта олар халықтың 95%-ын жойып үлгерген. Таңертең топ туннель арқылы өтіп, арғы бетке шығуды жоспарлап, шахтаға кіреді. Алайда Уилл саяхат кезінде олар қауіпсіз аймақтан төмен түсуі керек екенін түсіндіреді. Бұл жанжал туғызады, өйткені ол бұл туралы ертерек айтпады. Нина сонымен қатар оның компасы жер астында жұмыс істемейтінін ескертеді. Сонымен қатар ол адамның тынысында анықтайтынын, және оның концентрациясы туннельдерде арта түсетінін түсіндіреді. Осыған қарамастан, олар алға жылжуды шешеді. Біраз жүргеннен кейін Уилл олар жоспарлаған жолдың бітеліп қалғанын байқайды. Бұл олардың саяхатын одан да қауіптете отырып, одан әрі төмен түсуге мәжбүр етеді. Біраз жүргеннен кейін мақлұқ оларды байқап қалады да, олар жүгіре бастайды. Олар тастардың қуысына тығылды. Бұл жерге мақлұқтар жете алмайды. Құбыжық оларды іздеу үшін шатырларының бірін пайдаланады. Бірақ Уилл оның назарын аудару үшін алауды жағады. Содан кейін олар саңлаулардан шығып кетеді. Кети шыға беріске жеткенде оны мақлұқ тауып алады. Ол оны шатырлармен ұрып, Уиллдің оны құтқаруға тырысқанына қарамастан сүйреп кетеді. Жүректері жараланған Уилл мен Нина ары қарай жүруге мәжбүр болады. Ақырында олар баспалдақ тауып, қашу үшін оған көтеріледі. Екеуі кездейсоқ бұзылмаған көлікті табады. Сол түні Уилл
Кетидің өліміне өзін кінәлі сезінеді. Нина болса Кетидің өлімі бекер болмау үшін біз өз миссиямызды орындауымыз керек дейді. Сосын Уилл оның зертханасында не бар екенін сұрайды. Ол зертханада магний бар екенін түсіндіреді. Оның көмегімен ол мақлұқтардың өтпейтін қалқандарын бұзып өлтіретінін айтады. Таңертең олар көлікке отырып қауіпсіз аймақтан шығып қалаға қарай бет алды. Көп уақыт жоғалтпау үшін олар дереу ауруханаға кіреді. Онда олар баспалдақпен мұқият көтеріліп жабдықтау бөлмесін іздейді. Алайда олар сүзгілерді таба алмай кенеттен жақын жерде қобыжық барын білдіретін шуды естиді. Олар басқа бөлмеге көшіп сүзгілерді табады. Уилл оларды тез арада сөмкеге салып кетуге дайындалды. Бірақ қобыжық оларды ғимарат арқылы қуады. Оның өткір шатырлары қабырғаларды тесіп өтеді және олардан құтылу қиын. Екеуі жоғары жүгірді, бірақ мақлұқ Уиллді шатырлармен ұстап алады. Нина шатырларды кесіп, оны босату үшін балта пайдаланады. Содан кейін олар көмірқышқыл газын жіберіп, мақлұқты оттегі баллондарына жақындатады. Мақлұқ сонда жеткенде Уилл баллонды атып, үлкен жарылыс тудырып, тіршілік иесін ғимараттан ұшып жібереді. Олар оны өлді ме деп терезеден бақылайды. Сосын мүмкіндікті пайдаланып, бұл жерден кетуге шешім қабылдады. Уилл сүзгілерді ұлына беру үшін мүмкіндігінше тезірек ауылға оралуды талап етеді. Алайда Нина магнийді алу үшін зертханаға бару керектігін айтады. Ол бұл миссия тек оның ұлына қатысты емес екенін түсіндіреді. Сонымен қатар олар тауда мәңгі өмір сүре алмайтынын және ақырында бәрібір олармен соғысуға тура келетінін айтады. Уилл бұған келіседі және екеуі көлікке отырып зертханаға кетеді. Қобыжық болса қалпына келіп, аң аулауды жалғастыруды шешті. Нина зертханада арнайы оқ дайындай бастайды. Содан кейін Нина кәдімгі оқты магний пастасымен жабу арқылы өз оқтарын жасауды аяқтайды. Ол оны мақлұқтың қалқанында сынап көреді, бірақ ол қайтадан жұмыс істемейді. Ашуланған ол Уиллге жағдайды түсіну үшін көбірек уақыт қажет екенін айтып, және оны ұлына оралуға шақырады. Ол оған жұмысты аяқтай салысымен оралатынын айтады. Уилл көлікті алып ауылға асығады. Нина көп ұзамай формуласына кобальт қосу керек екенін түсініп, теориясын сынауды ұйғарады. Кенет зертханаға бір мақлұқ кіріп келеді. Нина оны тексерілмеген кобальтты оқпен атып жібереді. Осы кезде Уилл ауылға қарай келе жатқанда машинаның дөңгелегі жарылып, аударылып қалады. Ол есін жиып, далаға шығу үшін алдыңғы әйнекті сындырды. Жақындап келе жатқан мақлұқтардың даусын естіп, сөмкесін алып, төбеге қарай жүгіре бастайды. Қауіпсіз аймақтың шетіне жақындай бергенде, оның жолында қобыжық шығады. Біраз уақыттан кейін тағы біреуі пайда болып, Уилл қоршауда қалды. Бірақ содан кейін Нина күтпеген жерден келеді және жақын жерде мақлұқты атып тастайды. Ол ақырында өзінің сиқырлы оғын жасағанын көрсетті. Оның кобальтпен қапталған оқтары соқтығысқан кезде жаратылыстарды жарып жібереді. Оның жаңа қаруын көрген Уилл шошып кетті. Жойылған мақлұқтар сынықтарын зерттегеннен кейін, олар бұл тіршілік иелерінің жануар емес, машина екенін түсінеді. Уилл оларды кім жасауы мүмкін деп сұрағанда, Нина аспанға қарап, шетелдіктер деп жауап береді. Көп ұзамай олар кобальтпен қапталған оқтарды жасау туралы нұсқауларды радио арқылы таратады және ауқымды өндіріс басталады. Олар мақлұқты өлтіргендегі әрбір жарылысты отшашу сияқты тойлайды. Біраз уақыттан кейін Уилл мен Нина телескопты пайдаланып, жер орбитасына кіретін үш жарқын нысанды көреді. Бұл мақлұқтарды жерге жіберген өзге планеталықтар болатын, және олар бастаған ісін аяқтау үшін қайта келе жатыр. Осылайша бүгінгі фильмде аяқталады достар. Егер сізге ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Мен сіздермен қоштасамын, бірақ ұзақ емес. Келесі бейнелерде кездескенше сау, саламатта болыңыздар.